Kanca oldu. Sabah geçip kalır koy. Dizisi oldu falan. Oldu. Mısırdan tabağı. Ana. Yine kara sudan. Yarım sabah var. Gitti. Кір, асылым сен ба? Не болған мына түріңе тағы да жуынбай келгесің ба? Ай, ойбай, не болды? Орның ұмытып қалдың ба? Отыр. Басың қышып жатыр ма не? Қазір бүгін мына жерге бір бай оқушы келеді деп еді. Оның орнына отырмай-ақ қоймақ ма? Сабағыңа дайындала бер. Қандай оқушы екен, оны білмейміз, әйтеуір бай оқушы деп бәрімізге айтты ғой. Дайынсың ба сабаққа? Дәптеріңді ашып дайындала бер, қазір кеп қалу керек ана бай оқушыда. Орындадың ба кешегі тапсырмаларыңды? Иә. Ұйқың қанбаған, беті қолың жұмағасын ба, сол күйде кепсің ғой. Қайқа қондың бүгін? Далаға қондың ба тағы да? Иә. Апай, қандай бай оқушы келеді бізге? Білмеймін, бір бай оқушы келеді деп айтты ғой, мен де білмеймін. Сен мына түріңді көріп шошып кетпесің қазір келіп. Мені жаман деп ойламасын тағы. Иә, сен үстіңді қарасай, түріңді қара, не мына шашың масқара, жуынып, сәл реттеліп кимейсің ба? Аслым, сабағың жазып жатсың ба? Жаза бер. Кім, сен ба жаңа бай оқушы деген? Иә. Құлағыңда наушнигің шешсе, сен орның мияқта отыра ғой Аслым на бетіне. Мына жаққа отырсай, мына жерге. Сәлем. Жерген іштеген. Сәлем. Сен күшті екенсің ғой. Қамайамайсың? Сен атың кім? Жаңадан келген оқушымен танысайық. Алихан, бұл бізде Аслым деген оқушы. Не қыл? Аслым болды, олай жасамана оқушы саған не қыл жатыр? Жеркеніп жатыр, жаңадан келген оқушы. Мәш үстіңе бірден. Сен ақшаң көп ба не? Нау маған ба? Мама, жаңадан келген оқушы бізге осындай ақша беріп жатыр ғой. Онда сен бүгін сабақ жазбай-ақ қоймақ ма? Сен папаң кім болып жұмыс жасайды, Алихан? Бастық болып жұмыс жасайды ғой. Бастық болып ба? Сағат қарасаңыздар, Аслым екеумізге ақша беріп тастады ғой. Мынау менің бір айлығым ғой. Мектептен бір күнде алып тұрмын ғой мен. Мектепте бір ай жүріп алатын айлығымды ма? Алиханға рахмет дейге Аслым, рахмет Алихан саған. Сағат күшті, сен кәдімгідей күшті оқушы екенсің ғой. Бай, шын менде біз ойлағаннан да мен ойлаған едім, ол бай деген қалай болады, келіп бізге ұрсама ана жерде деген едім. Ой, уайымдамаңыздар. Мен сізге бәрін біліп тұрмын ғой. Мәссаған.
жерге ашты. Ол енді кішкене сондай болып тұр ғой несі. Ертең жуынып, енді сен жаңа ақша бердің ғой мен. Соған жуынып, тазаланып келеді. Не жазасың? Беш. Асылым бере тұрса, не жазып жатсың деп сұрап жатыр. Жұмысын тексермейсіз бе? Тексергем ғой алдыңғыларын. Қазір сол тексерем ғой. Сенің ақша бергеніңе басымыз айналып қалды. Асылым екеуміз. Мына жақтан сасы ішке отыр. Сенің есіңнен шығып жатыр ма? Болды олай айтпа енді Алихан. Енді ол ертең жуынып, шайынып келеді Басым ғой. бәрі сасып кетті ғой. Ештеңе қылмайды енді. Асылым ертең жуынып келесің ба? Я жуынып, әдемілеп, шашыңды тарап, Алихан берген ақшаларына анау-мынау заттар алып, я? Басқа сумка сатып алмақ ма? Ана кешегі сумканы мусордан тауып алдым дейді ғой. Дәу сумка ұстап кепті. Ойбай, шумай кетті ғой. А? Шумай кетті ғой мына сумка. Сен сабағыңды жаза бер. Қазір сен сабақтарын тексерем. Алихан, сен сабақ жазбай ақ қой, жарай ма? Ақшаға жазба, ақшаға ертең киім аласың, сумка сатып аласың, ақшағын құртпа. Бұл білмейді ғой, бұл болмыш ше. Сен берген ақшалардың бәрін құртпақшы ғой. Бұған бірдеңе айтшы, қалай баю керек? Болмысға бірдеңе айтсай. Осы ақшалары ше жазбай, сен оқымысты болсай. Оқымысты болса бай бола ма? Бай да бола береді. Оқымысты болса ма? Папаң, мамаң аяқта? Білмеймін. Бұл білмейді, мамасы мен папасы қаяқта екенін. Сен биттен сабақ біткен соң сразу не сен киім сататын жерге бар да сумкаңды сатып ал. Не тағы да нені сатып ал. Нені? Дәптер, ручка, киім сатып алсын, я? Киім сатып ал. Рахмет саған, Алихан, сен жақсы оқушы екенсің, бай болсаң да ше. Кейбір бай оқушылар бар ғой, менсінбейтін адамды ше. Рахмет саған. Алихан, сен қайта бер, болды. Саған ертең сабаққа келмесең де болады сен. Рахмет саған, Алихан, мәссаған, маған қараңыздаршы. Қанша ақша берді, Асылымға да еще, біз қуанып жатырмыз, бүгін бізге күшті бай оқушы келді. Асылым, я? Асылым, тапсырмаңды орындадың ба, бар сен де қайта бер, болды. Сау бол, рахмет саған, Алихан. Мәссаған, Асылым. Мына бай оқушы не деген күшті, я? Сен отсың оң қасында сасып, басыңды қасып. Жуынып келмейсің ба? Айттық қой саған. Еще не жаздысаң, сен орындаған сабақтарың? Мен орындадым, Сурет сап тастағасың ғой, не мынау? Маманың қарасаңыздар, мына не сурет сап тастаған? Қазір сурет сабағы болып жатқан жоқ қой. Бар болды, сен де қайт сумкаларыңа салғында тұр. Мә, ақшаларыңды сал. Рахмет айт ана Алихан деген бай оқушыға, мә. Құлағында науыш. Бай боп келем. Сен де бай боп кет, сол сияқты. Сумкаңа сасай, мына сумкаңды ауыстыр, срочно мақма. Базарға барып, жаңа берген ақшаларына. Мусордан сатып алған сумканың ішіне өзің сиясың ғой, масқарадай. Жақсы, сау бол.